Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Балқаш қаласы білім бөлімінің Абай атындағы номер 2 мектеп лицейінің химия пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Каденова Анар Мукумна. Сіздердің назарларыңызға 7 сыныпқа арналған таңдау курсының бағдарламасы, яғни алғашқы химиялық ұғымдар, функционалдық сауаттылық атты таңдау курсының бағдарламасын ұсынамын. Бағдарламаның мақсаты химиялық алғашқы ұғымдар мен түсініктерін қалыптастыра отырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде функционалдық сауаттылық басты орын алады. Химия пәнін өмірмен байланыстыра оқытудың қажеттілігі артуда, оқушылардың теориялық білімді практикада қолдану дағдылары жеткіліксіз. Сондықтан химияның бастапқы ұғымдарын дұрыс қалыптастыру маңызды болып саналады. Өйткені 7 сыныпта бұлар химияның ең алғашқы ұғымдары басталғандықтан, бұл кезде осы бағдарламаны қолдану өте өзекті, маңызды болып отыр. Бұл авторлық бағдарлама қазіргі заман талаптарына сай оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, ғылыми ойлау қабілетін қалыптастыруға және білімді өмірде қолдана білу дағдыларын жетілдіруге бағытталған маңызды білім беру құралы болып табылады. Жаңашылдығы цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін қолдана отырып, интербелсенді оқыту технологиясы арқылы химия пәнінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру. Тұлғаның қоғамдық ортада әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім-білік дағдыларын қалыптастыру, оқушы белсенділігін арттыруға, химияның өмірлік жағдаяты арқылы оқытуға бағытталған практикалық бағыттағы тапсырмалар енгізілген. Бағдарламаның құрылымы, жалпы оқу материал мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім химиялық элементтердің периодтық кестесі, атомдар мен молекулалар 6 сағат. Екінші бөлім заттардың агрегаттық күйінің өзгеруі 3 сағат. Үшінші бөлім салыстырмалы атомдық масса және қарапайым химиялық формула 10 сағат. Төртінші бөлім зат мөлшері мен зат массасының сақталу саны 15 сағат. Жалпы оқу тақырыптық жоспар аптасына 1 рет, барлық 34 сағатқа жасалынған. Енді электрондық нұсқасы мынандай түрде көрсетіледі. Яғни талапқа сай ашылмай тұр. Екіншісін көрейік. Сонымен қатар бұл оқу бағдарламаға қосымша ретінде тапсырмалар жиынтығы құрастырылған болатын. Әр тақырыпқа бірнеше тапсырмалар құрастырылды. Ашылмай тұр, ары қарай кете берейін. Функционалдық сауаттылық сабақты дұрысына тек теориямен меңгеріп қана қоймай, практикалық бағыттағы тапсырмаларды өмірлік жағдаятқа негізделіп сұрақтар қою маңызды. Яғни қар ерігенде неге лайланады, сүт неге ашиды, шырақ неге жанады және лезде неге өшеді деген сұрақтарды қоя отырып, оқушылардың химияға деген қызығушылығын оятуға болады. Функционалдық сауаттылыққа бағытталған оқыту әдістері бұл зерттеушілік тәжірибе жүргізу, проблемалық сұрақтар, өмірмен байланыс, ақпараттық технологияны пайдалану, жобалық жұмыстарды жүргізу. Мысалы, жағдаяттық тапсырма тұрмыста темір ыдыстар неге тот басады? Оны болдырмау үшін қандай тәсілдерді қолдануға болады? Зертханалық жұмыс, таза судың және минералды судың қасиеттерін салыстыру, жобалық жұмыс, қоршаған ортадағы химиялық заттардың адам денсаулығына әсері сияқты осындай жобалық жұмыстарды қолдануға болады, өткізуге болады. Тапсырма, тәжірибелік тапсырма, мысалы, мақсаты үй жағдайында байқауға болатын химиялық реакциялардың белгілерін жазу. Мысалы, шайға лимон қосқанда не байқалады, нанның ашу кезінде қандай процестер жүреді деген сияқты сұрақтарды қызықтыра отырып, оқушылардың, білім алушылардың химияға деген қызығушылықтарын арттыруға болады. Болжау әдісі мақсаты ситуация негізге ала отырып, олардың белсенділік қатарындағы орнын болжау. Яғни ситуациялық тапсырма беріледі. Мысалы, сенің алдында екі белгісіз металл бар, А және Б. Металл А металл Б-ның тұз ерітіндісінен ығыстырады. Бірақ металл А сутекті қышқыл ерітіндісінен ығыстыра алмайды. Осыны негізге ала отырып, олардың белсенділік қатарындағы орнын болжауға болады. Мына топтық тапсырмалар назарларыңызға, яғни топтың тапсырмасы өмірмен байланысты химиялық тізбек.
Бұл жерде жағдаят беріледі, яғни фермер топырақтың қышқылдығын азайту үшін әктас пайдаланады. Сен осы процесті биорганикалық заттардың генетикалық байланысын тұрғысынан түсіндір. Яғни оларға осы түсіндіру үшін түсіндірме ретінде сұрақтар қойылады. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы түсіндіреді. Яғни айналымның химиялық теңдеулерін жаз, бұл процестің топыраққа әсерін түсіндір, топырақтың қышқылдығын бейтараптандыру химиялық тұрғыдан қалай жүреді. Шығармашылық шағын жобалар жасауға болады. Сабақтың үстінде, яғни биорганикалық қосылыстардың топтарға бөліп өмірдегі айналымы, мысалы бір топқа оқушылардың ізденіс және зерттеу дағдыларын дамытуға бағытталған таңдаған элемент, мысалы кальций, темір, көміртек айналымын көрсететін инфографика немесе постер жаса. Әр кезеңде жүретін реакцияларды және олардың табиғаттағы немесе тұрмыстағы рөлін сипата. Яғни дайын инфографика беруге болады, немесе өздері де жасап жасанды интеллект арқылы өздері де жасап постер жасай алады. Вот бұл бағдарламасы арқылы мынандай әртүрлі деңгейдегі викториналық сұрақтар, мысалы біреуін ашып көрейік, ашылса. Қазір көрейін, хотя бы біреуін көрсетіп. Болмайды екен. Learning Apps бағдарламасында да QR кодтар арқылы беру арқылы әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды орындауға болады. Яғни бұл біріншіден цифрлық сауаттылыққа, екіншіден балалардың жаңа әртүрлі деңгейде тапсырмалар қызықты болғандықтан балалардың қызығушылығын оятуға болады. Одан кейін мынадай сиқырлы зертхана квест ойынын ойнатуға болады. Бұл жерде жасырынды тапсырмаларды шешу арқылы сиқырлы зертхананың бөлмеден шығуға бағытталған. Яғни егер сұрақтарға дұрыс жауап бере отырып, олар сиқырлы зертхананың есігі ашылады. Сонымен қатар тәжірибелік жұмыстарға арналған мынандай жұмыс парақтарлары дайындалған. Осы жұмыс парақтарында әртүрлі деңгейдегі функционалдық сауаттылыққа деңгейлік тапсырмалар диск критерийлермен берілген. Яғни осы арқылы балалардың белгілі бір тарау бойынша немесе тақырып бойынша білім деңгейлерінің бекітуге негізделген тапсырмалар. Осында генетикалық байланыс, әртүрлі карточкалар беруге болады. Мынандай тапсырмалар орындатуға болады. Білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері оқыту құзыреттілікке бағытталған өмірмен байланысты тапсырмалар арқылы жүргізіледі. Теория мен практиканы интеграциялап, зертханалық және тәжірибелік жұмыстарға басымдылық беріледі. Оқу үдерісі интерактивті форматта, топтық жұмыс, жобалар, кейс тапсырмалар ұйымдастырылады. Сабақтың соңында, яғни бағалау критерийлары екі түрде жүргізіледі: теориялық сабақтар үшін және практикалық сабақтар үшін. Практикалық сабақтарда регламент кішкене қорытындыға яғни көшсеңіз. мониторинг жүргізілді осы авторлы бағдарламаны апробациядан кезінде. Яғни диагностика, бастапқы диагностикада 48 білім сапасы 48% болса, аралық мониторингте 62, қорытынды мониторингте 72. Яғни білім сапасының көрсеткіші 48%-дан 72%-ға өскенін көруге болады. Бұл бағдарлама оқушылардың химиялық білімін тереңдетіп қана қоймай, күнделікті өмірде қолдана алатын, өз бетінше шешім қабылдай алатын функционалды сауатты тұлға қалыптасуға ықпал етеді. Бағдарламаның оқу үдерісіне енгізу білім сапасын артып, халықаралық зерттеулердегі нәтижелерді жақсартуға оң әсерін тигізеді деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.